Барселонаның қаржылық жағдайы алғашқа қарағанда көрінгеннен де қатты өзгеруі мүмкін. Бірнеше жыл бойы қатаң қаржылық шектеулерде болған клуб енді ақыры бірге-бір ережесіне қайта оралуға жақындады. Бұл жүйе каталондық клубқа трансфер нарығында дерлік ешқандай шектеусіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Ла Лига ұйымы қазірдің өзінде Барселонаның жалақы лимитін 81 миллион еуроға арттырды. Енді клуб толық қаржылық еркіндікке шығуға небәрі бірнеше қадам ғана қалды. Ал бұл бір нәрсені білдіреді. Алдағы жаз маусымы Барселона командасы үшін шешуші кезең болуы мүмкін. Клуб ішінде қазірдің өзінде бірнеше маңызды мәселелер талқылануда. Ықтимал ірі трансферлер, Маркус Решфорд тағдыры, Жоао Канселу болашағы, кейбір ойыншыларды сату мүмкіндігі, сондай-ақ алдағы жылдары Роберт Левандовски орнына келуі мүмкін жаңа шабуылшылар. Бірақ ең басты сұрақ қазір басқа. Барселона қайтадан трансфер нарығына толық күшпен шығып, жаңа трансфер дәуірін бастауға дайын ба? Бүгін біз дәл қазір клуб ішінде болып жатқан барлық жағдайды талқылаймыз. Достар, ыңғайланып отырыңыздар, бастаймыз. Барселонаның қаржылық жағдайы біртіндеп өзгеріп келеді, және бұл алдағы жазда клубтың трансфер саясатына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Қысқы трансферлік терезе жабылғаннан кейін Ла Лига каталондық клубтың жалақы лимитін 81 миллион еуроға арттырғанын ресми түрде растады. Қазір Барселонаның жалпы шығын лимиті 432,8 миллион еуроны құрайды. Бұл әлі толық бірге-бір ережесіне оралу емес. Бірақ клуб басшылығы жазғы трансфер терезесіне дейін бұл мақсатқа толық жетеміз деп сенімді. Барселонаның бұрынғы қазынашысы Ферран Оливье клубтың осы жүйеге толық өту үшін небәрі 10-12 миллион еуро ғана жетпейтінін айтты. Оның айтуынша, клуб бұған қыста-ақ жете алар еді. Ол үшін стадиондағы қосымша VIP орындарды сату жеткілікті болатын, алайда клуб басшылығы мұндай қадамға бармады. Себебі спорт директоры Деко мен бас бапкер Ханси Флик қаңтар айында құрамды күшейтуді сұрамаған. Ал Жоао Канселу ойыншысының тіркелуі Андрес Кристенсен жарақатына байланысты мүмкін болды. Оливьенің айтуынша, жазда жағдай мүлде басқаша болады. Сол кезде клуб трансфер нарығында қалыпты режимде жұмыс істей алады, және бапкерлер штабына құрамды күшейту үшін қажеттінің бәрін беруге дайын болады. Соңғы жылдары Барселона клубтың қаржылық құрылымын реттеу үшін өте үлкен жұмыс атқаруға мәжбүр болды. Бір кезеңде клубтағы жағдай төңкерілген пирамидаға ұқсап кеткен еді. Жоғары жалақы алатын футболшылар ойнамайтын, ал үнемі алаңға шығатын ойыншылар әлдеқайда аз жалақы алатын. Бұл теңсіздікті түзету өте қиын болды. Қазіргі басшылық клубқа келген кезде қаржылық жағдай өте ауыр еді. Жалпы шығын 500 миллион еуродан асып кеткен. Ал өтімділік мәселесі соншалықты күрделі болғандықтан клубқа шұғыл түрде несие алып, қарыздарды қайта қаржыландыруға тура келді. Сол уақытта тағы бір стратегиялық шешім қабылданды: стадионды толық реконструкциялау. Бұл болашақта клуб табысын едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Оливьенің айтуынша, сол кезде клубтың жалпы қарызы 650 миллион еуро шамасында болған. Қазір бұл сома шамамен 450 миллион еуроға дейін азайды. Ал жаңартылған Камп Ноу толық іске қосылғаннан кейін қаржылық жағдай одан әрі жақсара түседі деп күтілуде. Реконструкцияға дейін стадионнан түсетін табыс 170 миллион еуро шамасында болған. Болашақта бұл көрсеткіш 400 миллион еуродан асып кетуі мүмкін. Клуб басшылығы стадионды жаңарту арқылы Барселона Еуропаның ең ірі клубтарының қаржылық мүмкіндіктеріне жақындайды деп есептейді. Қазіргі футболда веб-ложалар мен премиум орындардан түсетін табыс клубтар үшін негізгі қаржы көздерінің біріне айналды. Бұл өзгерістердің бәрі клубтың трансфер саясатына тікелей әсер етеді. Егер жазда Барселона бірге-бір ережесіне толық өтсе, онда клуб жаңа ойыншыларға сатылымдардан немесе жалақы үнемдеуден түскен қаражат көлемінде ақша жұмсай алады. Оливьенің айтуынша, мұндай жағдайда Деко мен Ханси Флик командаға нақты қажет футболшыларды сұрай алады, ал клуб басшылығы олардың шешімін қолдауға дайын. Қазірдің өзінде күшейтуді қажет ететін негізгі позициялар белгілі. Ең басты мақсат жаңа орталық шабуылшыны сатып алу. Сонымен қатар клуб орталық қорғаныс шебінде күшейту мүмкіндігін қарастырып жатыр. Осылайша алдағы жазғы трансферлік терезе Барселона үшін соңғы жылдардағы ең маңызды кезеңдердің біріне айналуы мүмкін. Ұзақ уақытқа созылған қаржылық шектеулерден кейін клуб ақыры трансфер нарығында еркінірек жұмыс істеуге қайта оралып, бапкерлер штабына құрамды күшейту үшін қажетті ресурстар беруді жоспарлап отыр. Достар,
осы мәселе туралы сіздер не ойлайсыздар? Пікірлерге міндетті түрде жазыңыздар. Және бұл видеоға лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздің қолдауларыңыз біздің жас арнамыз үшін өте маңызды. Үлкен рахмет. Ал біз жалғастырамыз. Дәл осы себепті клуб ішінде жазғы трансферлік терезеге дайындық қазірдің өзінде басталып кеткен. Егер Барселона шынымен де бірге-бір қаржылық ережесіне қайта оралса, каталондық клуб соңғы жылдармен салыстырғанда трансфер нарығында әлдеқайда еркін әрекет ете алады. Алайда сонымен қатар клуб құрамында қазірдің өзінде бар бірнеше ойыншының болашағы туралы да шешім қабылдауы керек. Ең алдымен жалға алынған футболшылар туралы сөз болып отыр. Атап айтқанда, Маркус Решфорд, Жоау Канселу. Решфордқа қатысты жағдай айтарлықтай түсінікті болып көрінеді. Қолда бар ақпаратқа сәйкес, ағылшын шабанды зігасқан жағдайда Барселонамен жеке келісім шарт талаптарын алдын ала келіскен. Оның Манчестер Юнайтед клубымен келісімінде 30 миллион еуро көлемінде сатып алу опциясы қарастырылған. Каталондық клуб бұл опцияны іске қосу мүмкіндігін қарастыруға дайын, бірақ басты кедергі Манчестер Юнайтедтің ұстанымы. Ағылшын клубы қазіргі уақытта келіссөз жүргізуге аса құлық танытып отырған жоқ және трансфер мәселесін талқылауға дайын емес. Соған қарамастан клуб ішінде Решфорд Юнайтед сапындағы соңғы матчтарын өткізіп қойған болуы мүмкін деген пікір де бар. Бұл маусымда ойыншы өзінің команда үшін қаншалықты пайдалы бола алатынын бірнеше рет дәлелдеді. Оның матч тағдырын шешу қабілеті және бірнеше позицияда ойнай алуы оны құрам үшін өте құнды ойыншыға айналдырады. Клубтағы қаржылық шектеулерге қарамастан 30 миллион еуро. Мұндай деңгейдегі ойыншы үшін қолайлы баға ретінде қарастырылып отыр. Сонымен қатар Барселона команда ішіндегі келісімшарт мәселелерімен де жұмыс істеп жатыр. Клубтың спорт директоры ТК орталық қорғаушы Андреас Кристенсен агентімен кездесу өткізді. Кездесу барысында дат қорғаушысының келісімшартын ұзарту мүмкіндігі талқыланды. Клуб жаңа келісімшартты жылға ұзарту, бірақ қазіргі келісіммен салыстырғанда жалақыны азайту нұсқасын қарастырып жатыр. Бұл шешім клубтың қаржылық стратегиясымен байланысты. Барселона жалақы құрылымын өте мұқият бақылауды жалғастыруда. Жаңартылған шарттар мен келісімшартты ұзарту клубқа қаржылық міндеттемелерді икемдірек басқаруға және жалақы бюджетіндегі белгілі бір бөлікті босатуға мүмкіндік береді. Дегенмен келісімшарт мәселесі тек қаржымен ғана байланысты емес. Андреас Кристенсен жақсы формада болған кезде бапкерлер штабы оның команда ойынына қосқан үлесін әлі де жоғары бағалайды. Алайда соңғы жылдары қорғаушы үшін басты мәселе жарақаттар болды. Ол маусым барысында бірнеше ойын кезеңдерін өткізіп алды. Сондықтан клуб ішінде оның ұзақ мерзімді тұрақтылығы туралы алаңдаушылық пайда болды. Өткен жазда Барселона тіпті ойыншыны сатуды да қарастырған. Бұл жалақы жүктемесін азайтып, клубқа қосымша қаржы келуі мүмкін еді. Алайда бұл жоспар жүзеге аспады. Кристенсеннің өзі клубтан кеткісі келмеді. Ал бапкерлер штабы да оның кетуіне мүдделі болған жоқ. Қазір жағдай өзгерді. Енді ықтимал трансфердің орнына келісімшартты ұзарту мәселесі қарастырылып жатыр. Келіссөздер әзірге бастапқы кезеңде тұр. Соңғы келісім әлі жасалған жоқ, бірақ бұл кездесу жаңа келісім шартқа апаратын алғашқы қадам болды. Сонымен қатар клуб басшылығы келесі маусымдағы құрамда болуын үстеде талқылап. Мәліметке Ханс Флек пен спорт директоры ТК арнайы кездесу өткізіп команданың құрылымын және кейбір ойыншылармен қоштасу мүмкіндігін талқылаған. Болашағы белгісіз болып отырған футболшылар қатарында Марк Касадо, Жоау Канселу, Руни Бартгижи аталады. Канселуға қатысты жағдай ең түсінікті болып отыр. Португалиялық қорғаушы Барселонада жалға алынған ойыншы ретінде өнер көрсетуде және маусым бойы пайдалы болғанына қарамастан, клуб қазіргі келісім аяқталғаннан кейін ынтымақтастықты жалғастыруды жоспарламайды. Ал Марк Касадо жағдайы сәл күрделірек. Академия тәрбиеленушісі алаңда үлкен еңбекқорлықпен тәртіп көрсетіп жүр. Бұл қасиеттерді Ханси Флик жоғары бағалайды. Алайда бапкердің пікірінше, жартылай қорғаушы ойын сапасы жағынан келесі деңгейге әлі толық көтеріле алған жоқ. Алаңның ортасында клуб көбірек физикалық күш, көшбасшылық және ойынға ықпал ететін ойыншыларды көргісі келеді. Сондықтан Барселона оның кету мүмкіндігін де қарастыруға дайын. Әсіресе бұл трансфер клубтың қаржылық жағдайын жақсартуға және құрамда орын босатуға көмектессе. Ал Руни Бартгижи жағдайы сәл өзгешелеу. Жас швед таланты өзінің техникасы мен үлкен әлеуетінің арқасында бапкерлер штабына жақсы әсер қалдырып келеді.
Алайда басты мәселе ойын уақыты. Қазір Ламин Ямаль командадағы негізгі ойыншылардың біріне айналып, үнемі негізгі құрамда алаңға шығып жүр. Сондықтан Бардачи үшін ойын минуттарының жетіспеушілігі туындауы мүмкін. Клуб ойыншының дамуына кедергі келтіргісі келмейді. Сол себепті екі түрлі нұсқа қарастырылуда. Бір күшті клубтардың біріне жалға беру, сонда ол тұрақты түрде ойын тәжірибесін жинай алады. Екі толық трансфер, бірақ кері сатып алу құқығы. Бұл Барселонаға ойыншының болашағын бақылауда ұстауға мүмкіндік береді. Осылайша алдағы жаз Барселона құрамасы үшін тек жаңа ойыншыларды алу кезеңі ғана емес, сонымен қатар маңызды кадрлық шешімдер қабылданатын уақыт болуы мүмкін. Клуб трансфер нарығында қалыпты жұмыс істеуге қайта оралуға дайындалып жатыр. Сонымен бірге құрамда белгілі бір өзгерістер мен қайта құрулар болуы мүмкін. Бұл келесі маусымда команданы бұрынғыдан да күштірек етуі тиіс. Осы шешімдермен қатар клуб шабуыл шебін күшейту үшін мүмкін болатын нұсқаларды да мұқият бақылауды жалғастырып жатыр. Барселонаның назарын аударған ойыншылардың бірі Фисник Аслани. Хоффенхайм шабуылшысы соңғы уақытта өзінің Бундеслига чемпионатындағы ойындары арқылы Еуропада барған сайын көп назар аудара бастады. Оның дамуын бірнеше ірі клубтар бақылап отыр. Ал Барселонада ойыншының прогрессін мұқият қадағалап жүрген командалардың қатарында каталондық клубтың бұл жарыста белгілі бір артықшылығы болуы мүмкін. Себебі футболшының өзі бала күнгі арманы Барселонада ойнау екенін ашық айтқан. Өткен жылдың қазан айында ол тіпті "Мен әрқашан Барселона сапында ойнауды армандадым" деп мәлімдеген. Әрине, мұндай сөздер каталондық клубтың ойыншыға деген қызығушылығын одан әрі күшейтті. Клуб ішінде Деко мен Ханси Флик болашақта шабуылды күшейтудің түрлі нұсқаларын бағалауды жалғастырып жатыр. Мұның себебі де түсінікті. Роберт Левандовски біртіндеп мансабының соңғы кезеңіне жақындап келеді. Сондықтан клуб алдағы жылдары негізгі орталық шабуылшының рөлін атқара алатын ойыншыларды іздей бастады. Алайда Барселона Фисник Аслани үшін күреске шындап кіріссе, бәсекелестік өте жоғары болады. Шабуылшының Хоффенхайм клубымен келісімшарты 2029 жылға дейін жарамды. Сондықтан неміс клубы келіссөздерде өте мықты позицияда тұр. Келісімшартта шамамен 30 миллион